Саламатсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы күшті қалай өлшейміз. Бүгінгі сабақта күштің қалай әсер ететінін білесің. Тірек сөздер: күш. Балалар, суретке мұқият назар аударамыз. Адамдар мен жануарлар заттарға немесе нысандарға қалай әсер ете алады? Суретте заттарды кім итеріп жатыр? Мұқият назар аударамыз. Мысалы, мұнда есікті ашу үшін өзіңе қарай тартасың. Ал көлікті орнынан қозғалту үшін оған күш жұмсап, оны итеру қажет. Әткеншекті тербету үшін де күш жұмсап, оны итересің. Иттің қожайыны иттің әсерінен қозғалыс бағытын өзгертті. Балалар, футболшылар допты тепкенде неліктен ол қақпаға түсе бермейді? Себебі допты қарсыластар ұстап алып, бағытын өзгертіп жіберуі мүмкін. Денеге үлкен күшпен әсер еткен кезде жылдамдық пен бағыт қатты өзгереді. Мысалы, қозғалыссыз тұрған шананың жылдамдығы 0-ге тең болады. Ол шананы итерген кезде шана сырғанай бастайды, яғни оның жылдамдығы артады. Затты немесе нысанды тартқанда, не itергенде адам оған күш жұмсайды. Ал оның жылдамдығын өзгерту керек болса, қатты немесе жай немесе оны итеру қажет. Күш денелердің бір-біріне әсерін сипаттайтын физикалық шама. Сол әсердің нәтижесінде дененің жылдамдығы өзгереді. Демек, күшті қозғалыс жылдамдығының өзгеру себебі ретінде қарастыруға болады. Естеріңде болсын, күштің әсерімен затты қозғалтуға, жылдамдығын арттыруға не баяулатуға болады. Қандай табиғи құбылыстар заттарды қозғалысқа келтіреді? Табиғат құбылыстары заттарды орнынан қозғай алады. Мысалы, жел, ағын су заттарды қозғалысқа келтіреді. Мысалы, жел тұрғанда өсімдіктер қозғалады, ағаштар тербеледі, жапырақтар жерге түседі. Кейде қатты дауыл болғанда өзен теңіздердің толқыны күшейеді. Қатты дауыл үйлерге, адамдарға зақым келтіруде мүмкін. Күш атасы Қажымұқан. Қажымұқан орасан күштің иесі. Күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Ол 14 жасында қар қалың болып зорығып өлген атты шанасымен бірге өзі сүйреп үйіне алып келген. Өгізді де оңай көтере алатын болған. Зертте. Суреттегі эксперименттерді жасап көріңдер. Күштің әсерінен сызғыштың қозғалыс траекториясы қалай өзгереді? Доптың жылдамдығы ше? Сен допты үстел үстіне қой, оны баяу домалатып көр. Доп үстелдің ортасына жеткенде, оны қолмен итеріп басқа бағытқа жібер. Қозғалыстың қалай өзгергенін бақыла. Яғни, күштің әсерінен доп өзінің бағытын өзгертіп жатыр. Енді үстелдің үстіне сызғышты қой. Сызғышты бір шетінен ақырын itер. Яғни, сызғыш шеңбер болып, шеңбер жасап қозғалады. Сызғышты қайта орнына қой, оны орта тұсынан itер. Сызғыштың қалай қозғалатынын бақылап көр. Мұнда сызғыш түзу қозғалады. Осы траекторияларды дәптеріңе сызып салыстыр. Күш әсерінің нәтижесі оның бағыты мен түсу орнына байланысты екен. Қатты күшпен келген доп
қақпаға соғылып кері қарай серпіледі. Ал жұмсақ ысқышты қолмен қысқан кезде оның пішіні өзгереді. Қолыңды жайлап босатсаң, ол өз пішініне қайта келеді. Яғни күштің әсерінен зат немесе нысан пішіні мен өлшемін өзгертуі мүмкін. Балалар, шалқан ертегісін еске түсіріп көрейік. Неліктен атасы жалғыз өзі шалқанды тартып шығара алмады? Шалқанды қашан тартып шығара алды? Иә, олар барлығы бірігіп тартқан кезде шалқанды шығара алды. Себебі ол кезде олардың күші көбейді. Яғни күштің әсерінен заттар мен денелер пішінін, жылдамдығын, мөлшерін, қозғалыс траекториясын өзгертуі мүмкін. Күш көп болу үшін бірнеше күшті біріктіру керек. Зат қаншалық ауыр болса, оны қозғауға жұмсалатын күш те соншалық көп болуы қажет. Сендер білесіңдер ме? Құмырсқа жануарлар әлеміндегі күштілердің бірі саналады. Ол өзінен 50 есе ауыр жүкті көтере алады. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.